Бүгінгі сүйікті оқырмандарымызға жазушы халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты Нұрғали Ораздың аяқталмаған ертегі кітабын таныстырғы келіп отырмын. Нұрғали Ораздың шығармаларын алатын болсақ, жаңағы өмірдің өзінен алатын айналада күнде көріп жүрген жаңа құбылыстар, өзіндік құнарлы де қарапайым жаңағы тілі мен әлеуметтік деңгейде көтерілген шыншыл туындылары, қысқа да және жинақы жазылған әңгімелерінде адам өмірі, табиғи тазалық, адамгершілігі, қазақи мінезі, қоғамдық өзгерістер шынайы осы кітапта суреттелген болатын. Жаңағы айтып кеткендей, жазушының шығармаларында осы Нұрғали Ораздың көбінесе қоғамда тікелей әлеуметтік айыптау, сынау мінезі жоқ. Жазушы керісінше салқын, қанды әңгімеші ретінде көрініп, кейіпкерлерін әлеуметтік психологиптер деңгейде көтере отырып, сюжеттерді күлкілі ситуация төңірегінде өрбіте отырып, үлкен философиялық жинақтауға қол жеткізеді. Жаңағы айтып кеткендей, Нұрғали Ораздың аяқталмаған ертегі әңгімелерінде бала махаббаты деген әңгімесі бар. Сол туралы қысқаша айтып кетейін. Бала махаббатында екі басты кейіпкер, ол Жәми мен және Жанар есімді қыз бала 7-ші сыныпта оқиды. Олар судың жағасында екеуі жазғытұры кездесіп танысады. Сол жерде ар жағы таныстықтағы достыққа айналады. Және де жазғы демалыста судың ар жақ бетінде осы Жанарға күнге барып тұрады. Өте қызықты да және әсерлі, осы біздің жазушымыз осы әдемі жазған осы әңгімелерінен алатын болсақ. Және де осы таза бала махаббаты немен аяқталады екен, осы біздің мынау кітапханамызға келіп, осы кітапты алуға болады. Және айта кетейін деген, аяқталмаған ертегі Нұрғали Ораздың әңгімелері, хикаяттары Астана, Елорда баспасында шыққан 2002 жылы келіп, осы біздің кітапханамыздан алуға болады.